Магазинге барып, балаларыма сырок алайын деген, сыроктың бағасы өте қымбат. Сосын алдым да қойш деп, шоколад алдым, творог алдым, сосын сахарный пудра алдым. Үйге келіп жасайын деп шештім. Осылай творогтың жартысын салдым, сахарный пудраның бәрін салдым. Сосын сливочный майды кішкене ертіп, бәрін араластырдым. Содан кейін ана құртты нетеді ғой, домалақтайды ғой, сол сияқты етіп формаға келтіреміз. Мен енді 4-5 етіп, обычный сырок сияқты етіп формаға келтірдім. Егер суы болса, суын сығып алған дұрыс. Сосын холодильникте 3 сағаттай тұрдым, тез қатады екен. Сосын мынандай шоколад алып келдім ғой, соның қара шоколад үстіне вафли турап араластырдым, сүт құйдым, сұйық май құйдым. Сөйтіп барлық сырокты аунаттым. Мынау жетпей қалған соң жаңағы ақ шоколадты ашқам, онымен ол шоколадпен болмайды екен. Ол пористый бар ғой, сондай ғой. Сондықтан оның қалған төртеуі сондай болды. Сосын дәмін көрдік. Дәмі деген бар ғой, вообще күшті екен. Еще тойымды, тойып қаласын бір